Соңғы өздеріңіз білесіздер, найза турнирінде ең алғашқы жекпе-жегінде Мұхаммаджан Курбановқа қарсы айқаста бірінші раундта жеңіліс тапқан болатын 2025 жыл. Міне екінші Әлберген Аманқосқа қарсы айқасқа шығуда. Айқас алаңының ортасына алғашқы соққы Кавальканте тарапынан. Қазір енді екі жауынгердің өзара қашықтықты өлшеу. Ақырын соққы. Бақтайтын нүктені дәл табу қандай қауіпті қазір Кавальканте. Басын бұғып барып оң қолымен Аманқостың жақтысын дәл тапты. Бірақ енді бұл соққы біраса жойқын бола қоймағандай. Аманқос енді күреске қарай бел шешті. Тейкдаун бар. Өзіне секіре жақындаған бразилиялықты еш қиындықсыз өңгеріп алып партерге жайғастырды. Қазір енді бақылауды күшейту қажет Әлберген үшін. Кавальканте біз енді айттық. Оның күрестегі жетістіктері джиу-джитсу бойынша қара белбеудің иегері. Аманқос қазір қарсыласына бір аяғын берді. Өзі де сол позициядан аяғын шығарып алуға тырысады. Және бразилиялық қазір қандай сенсация мынау. Ардақты жанкүйерлер. Әлберген Аманқостың бір қателігі өзіне таяқ болып тиді деп айтсақ расымен де, бұл енді бір табалау емес, шындығында көз жазып қалды. Көз жазып қалды. Бразилиялықтың эмоциясы шынайы. Осындай жас жауынгерді үлкен қауіп көріп шыққан болатын Әлберген Аманқосты. Әлбергеннің аяқ алысы жақсы еді. Және де тік тұрып айқас салуға осылай ұмтылған бразилиялықты Әлберген өзі партерге жайғастырды, күреске шақырды. Бірақ осындай ауырту тәсіліне жол беріп қойды. Ұзақ уақыт жеңіске жете алмай жүрген еді бразилиялық Кавальканте. Соңғы рет 2024 жылы сәуір айында ұпай санымен Нильсен Оливейрасында қарсыласты. ABCF лигасында жеңген екен. Одан кейін қатарынан 3 жеңіліс. Міне енді әйтеуір ай оңынан туып, бүгін шынайы көзіне жас алатындай жағдай. Бұл жекпе-жек бірінші раунд, бірінші минут 24 секундта тоқтатылды. Submission аяқты ауырту әдісімен жеңіске жеткен